Сәлем баршаңызға, сіздермен мархабат, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен медовик торттың пломбир кремімен жасалу жолын көрсететін боламын. Алдымен водяной баняға сары май, қант және де балды қосып, қант ерігенше араластырамыз. Мен сіздерге дүкеннің балын қолдануға кеңес беремін. Домашний натуральный балмен торт ондай қатты дәмді болып шықпайды. Міне осылай ерігенше араластырып алдық. Содан соң астын сөндіріп, бір шай қасық ас содасын қосып араластырамыз. Көлемі ұлғайып, массамыз ағарады. Содан соң басқа ыдысқа құйып, толық суығанын күтеміз. Содан соң толық суығаннан кейін біртіндеп жұмыртқа салып, осылай араластырамыз. Міндетті түрде толық суығанын күту қажет, себебі ысы күйінде салатын болсаңыз, онда көп ұн кетеді және де қамырыңыз құрғақ болып шығады. Міне осылай араластырдық. Енді илегіштен өткізілген ұнды қосып қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ болып шығады. Мен алдымен лопатканың көмегімен, содан соң қолмен қамырды илеймін. Міне осында жұп-жұмсақ болып шықты. Енді 30 минутқа салафанға салып, тоңазытқышқа салып қоямын. Содан соң 6 бөлікке бөлеміз. Бірдей 6 бөлікке, және де соңында осылай әрқайсысын дөңгелетіп шығамын. Содан соң қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Өзіңіз кез келген форманы қолдануға болады. Мен бір ыдысты форма етіп, сол бойынша кесіп отырдым. Осылай жұқа етіп жайып алдым. Енді тарелкамен тексеремін. Және де оқтаудың көмегімен противенге пергамент қағазын төсеп, соның үстіне қойып, 180 градуста қыздырылған пешке 5-7 минутқа қоямыз. Содан соң бетіне тарелканы қойып, пышақтың көмегімен кесіп шығамыз. Енді креміне кірсек, ыдысқа жұмыртқа, қант және де көкөніс крахмалын қосып араластырамыз. Астын баяу отқа ашып қоямыз. Содан соң ыстық сүтті құйып, үнемі араластырып отыру қажет. Өйткені астық қатып қалуы мүмкін. Араластырып, қою болғанша, осындай қоюлықта енді астын сөндіреміз де сары май қосамыз. Осындай бүлкілдеу қажет. Астын сөндіріп сары май қостық. Тағы да араластырамыз сары май ергенше, және де бізде осылай болып шығады. Пищевая пленканы бетіне жауып, ешқандай да ауа ішіне кіріп кетпеу керек. Толық суыған күтеміз. Ол арада салқын кемінде 8 сағат тоңазытқышта тұрған сливкиді жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. Заварной креміміз суығаннан кейін пленкасын алып тастап, аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Миксерді қолданудың қажет жоқ, лопатканың көмегімен немесе венчиктің көмегімен араластырсақ болады. Креміміз дайын болды. Енді корждарымызға жағып шығамыз. Корждың артылып қалған бөлігін ұсақтап, бетіне әсемдеуге алып қоямыз. Міне осымен біздің тортымыз дайын болды. Өте жұмсақ болып шығады. Алдымен корждың ұнтақтарын себудің алдында 1,5-2 сағатқа тоңазытқышқа қойып шықсаңыздар, кремі сіңіп, тортымыз одан сайын жұмсақ болып шығады.
Басқа кремдерге қараған кезде медовик тортын осы пломбир кремімен жасасаңыздар, үйлесімділігі өте керемет, дәмді болып шығады. Өте жиі жасайтын боласыздар. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар, және де менің арнама тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған мархабат.